11-ші сабақ қан айналым жүйесі қалай жұмыс істейді? Сабақта қан айналым мүшелерімен танысасыңдар. Қан айналым жүйесі қандай мүшелерден тұрады? Күре тамыр қандай болады? Көк тамыр қандай болады? Ал қыл тамыр ше? Олар қайда орналасады? Қандай қызмет атқаратынын білетін боласыңдар. Сурет сызбада жүрек, күре тамыр, көк тамыр және қыл тамыр көрсетілген. Жүрек кеуде қуысының ортадан сәл сол жақ тұсына таман орналасқан. Күре тамыр немесе артерия қанды жүректен алып шығып, дене мүшелеріне тарататын тасымалдаушы ірі қан тамыры. Күре тамырлар өте берік, ішкі қысымға төзімді болады. Және сурет сызбада көк түспен көрсетілген көк тамыры немесе вена қанды ағза мүшелерінен жүрекке алып келетін қан тамырларының жүйесі. Көк тамырлар қабырғасы күре тамырларға қарағанда жұқа болады. Көк тамырлар беткей және тереңде орналасып, өрімдер, доғалар, торлар түседі. Теріге жақын орналасқан беткей көк тамырларды түрлі дене бөліктерінен көре аламыз. Ал қыл тамырлар ең жіңішке және тым жұқа қабырғалы тамыр. Қан айналым жүйесі жүрек пен қан тамырлардан тұрады. Жүрек қанды тамырларға айдайтын бұлшық ет. Ол үздіксіз жиырылып, босаңсып жұмыс істейді. Қан тамырлар ағзаны қоректік заттармен, оттекпен қамтамасыз етеді. Мысалы, жүрек өкпеде оттекке қаныққан қанды күре тамыр бойымен ішкі мүшелерге айдайды. Ішкі мүшелерден көмірқышқыл газ бен зиянды заттарды сіңірген қан көк тамыр бойымен қайта жүрекке, одан кейін қайта өкпеге жеткізіледі. Көмірқышқыл газ сыртқа шығарылып, қан қайтадан оттекке қанығады. Күре тамыр мен көк тамыр өзара қыл тамырлар арқылы байланысады. Ең ұсақ тамырлар, қыл тамырлар бүкіл ағзаны торлап жатады. Онда газ алмасу үдерісі жүреді. Жүректің жиырылуынан тамыр бойында тербеліс пайда болады. Оны тамырдың соғысы дейді. Есте сақта, қан айналым жүйесінің мүшелері жүрек пен қан тамырлар. Қан тамырлар ағзаны қоректік затпен және оттекпен қамтамасыз етеді. Сен білесің бе, 17-ші ғасырда 1578-1657 жылдар өмір сүрген атақты ағылшын дәрігері ғалым Уильям Гарвей жаңалық ашты. Ол ағзадағы қан тұйық шеңбер бойымен қозғалатынын дәлелдеді. Ол физиология ғылымының негізін салушы ғалым. Ал физиология дегеніміз тірі ағза мен физиологиялық жүйелердің, ағзалардың, тіндердің, жасушалардың қызметін зерттейтін ғылым. Қанның түсі неліктен қызыл? Қан түсінің қызыл болуының басты себептерінің бірі қан жасушалары. Осы жасушалар құрамында гемоглобин деп аталатын қызыл пигмент бар. Ол бүкіл денеге оттегін жеткізеді. Гемоглобин ақуыздар мен темірден тұрады. Осы ақуыздар мен темір қанға қызыл түс береді.